Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен қызыммен бірге клубника в шоколаде жасайтын боламын. Қазіргі кездегі хит десерттеріміздің бірі. Біздерге ең алдымен құлпынай қажет болады, ақ шоколад, қара шоколад, шпажка қажет болады, және де кондитерский мешок. Алдымен кондитерский мешогымызды ашып аламыз. Және оған бізге қажетті шоколадымызды салып аламыз. Әдемілік үшін ақ шоколадты пайдаланамыз. Осы шоколадымызды водяной баняда ерітіп аламыз. Соңында бұл шоколадпен біздің клубникаларымызды әдемілейтін боламыз. Жақсылап түйіп аламыз кондитерлік мешогымызды. Және де кішкене ыдысымызға қара шоколадымыздан салып аламыз. Оны да біздер водяной баняда ерітіп аламыз, бірақ қайнатпаймыз. Жақсылап ертіп аламыз. Енді қайнап тұрған суымызға осы шоколадтарымызды ертіп аламыз. Мен қара шоколадты басқа десерт жасауға ертіп жатырмын. Бізге тек ақ шоколад қажет болады. Шоколадымызды міндетті түрде қасықпен араластырып тұруымыз керек. Асты жабысып қалмау үшін. Жақсылап ертіп аламыз. Мінекей біздің шоколадымыз дайын болды. Енді құлпынайымызды жасай бастаймыз. Еріген шоколадымызды сопақша бокалымызға құйып аламыз. Одан кейін шпажка қолданамыз. Шпажкамен құлпынайымызды түйреп аламыз. Және де манағы еріткен шоколадымызға батырып отырып жасаймыз барлығын. Және де достар, айта кетейін дегенім, шоколадты клубника жасар кезде құлпынайымызды міндетті түрде жарты сағатқа тоңазытқышқа салып алуымыз керек. Жасардың алдында мен тоңазытқышқа салып қойдым құлпынайымды. Сол кезде біздің шпажкамыз құлпынайымызға өте жақсы түйрелетін болады. Өзіңізге ыңғайлы ыдысыңызға осылай мен сияқты шпажканы түйреп қоясыздар. Осындай тәсілмен барлық құлпынайымызды жасап шығатын боламыз. Құлпынайымызды шоколадқа батырғаннан кейін артық шоколадымызды шпажканы сілкілеп алып тастаймыз. Біздің құлпынайымыздың бетіндегі шоколады біркелкі, әдемі болып шығу керек. Дәл осы тәсілмен барлық құлпынайымызды жасап шығамыз. Мінекей достар, мен құлпынайымның барлығын жасап алдым. Барлығын ыңғайлы етіп түйреп қойдым. Енді манағы ертіп алған ақ шоколадыммен құлпынайымды әсемдейтін боламын. Мен өзімнің фантазияма байланысты құлпынайымды әсемдеп шығамын. Сіздер де өздеріңіздің ойыңыздағыдай жасауыңызға болады. Мысалы, кондитерлік посыпка сепсеңіздер болады. Яғни өзіңіздің ұнатуыңызға қарай құлпынайыңызды әсемдеуіңізге болады. Мен осындай узорларды салып шығамын. Осындай мен жасағандай узор жасауыңызға болады. Ақ шоколадым қатпай тұрып, мен кондитерлік посыпкаларды сеуіп әдемілеп шығамын. Мен барлық құлпынайыма узорларды салып шықтым, әдемілеп шықтым. Енді тоңазытқышқа салып қоямын 1 сағатқа. Мінекей достар, менің құлпынайым 1 сағат жарымдай тұрды.
тоңазытқышқа. Енді мен барлығын осындай ыдысқа әдемілеп салып аламын. Менің рецептім ұнайды деген ойдамын, себебі біздің құлпынайымыз өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен үйде шоколадты құлпынайды жасап көруге кеңес беремін. Мінекей достар, мен барлық құлпынайымды әдемілеп қойып шықтым тарелкеге. Енді қазір құлпынайдың дәмін көргелі жатырмын. Маған дәмі өте ұнады, керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте әдемі шықты құлпынайымыз. Және дәмді. Және сосын подписывайтесь, лайк басыңыздар. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Осындай құлпынайды үйде жасап үйренесіздер. Менің де балдарыма шоколадты құлпынай өте қатты ұнады. Менің видеом ұнаса, менің каналыма жазылып комментарий жазып лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Және де колокольчикті басып қойсаңыз, менің видеомды бірінші болып тамашалайсыздар. Менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет.